Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. 3 айда бай боласың дейді. Бұны қалай түсінеміз? Егер біреуден шуалшан сатып алатын болсаңыз, енді халықтың арасында өте көп жаңағыдай осындай сөздер, рекламный ходтар жүріп жатыр. Олар айтады, 1 квадрат шуалшан аласың, 3 айдан кейін ол сенде 10 квадрат боласың, ай соны сатасында бай боласың дейді жаңағы. Бұл өте үлкен қателік. Бұл видеода сіздер неге 3 айда емес 3 жылда бай болу мүмкін деген сұрақтың жауабын білетін боламыз. Қараңыздар. Бірінші жылы біз не істеу керекпіз? Шуалшандарды көбейту керекпіз жаңағы. 1 квадрат аламыз, немесе 2 квадрат шуалшан аламыз ғой сатып, соларды көбейтеміз бірінші жылы. Борттар жасаймыз, бұларды көбейтіп, жалпы екінші жылға біз үлкен көлемде шуалшандармен кіру керекпіз. Бірінші жылы енді 1-2 сараң жаңағыдай квадрат сатуыңыз мүмкін, бірақ қазіргі таңда өте көп шуалшандар жаңағы уже бар адамдарда. Адамдарлар қазір гектарлап шуалшан асырап жатыр, сондықтан мысалға клиент келетін болса, мысалға үйіңізге келеді, мысалға сізде 10 квадрат жаңағыдай. Клиент келіп көреді, қарайды. Оған мысалға сізден емес, үлкен объемда жаңағы шуалшан бордақылап атқан адамға барып шуалшан сатып алған дұрыстау болады. Себебі білімі көп деп ойлайды, дұрыс па? Білімі көп, практикасы бар деп ойлайды. Сосын не деп ойлайды? Тағы бұдан арзан алам деп ойлайды. Және не керек? Мынау кісі да нарықтың бағасынан сәл арзандау сатуы мүмкін. Ол келісімге байланысты әр жерде, әрине. Оған біреуге құм шашудың қажет жоқ. Әркімнің несібесі бар, я? Енді қараңыздар. Бірінші жылы осылай өз күшімізбен, яғни мысалға шуалшандарды көбейту үшін өз күшімізбен не істейміз? Шуалшандарды көбейтіп аламыз. Мысал үшін 1000 квадратқа дейін борт жасадық бірінші жылы. Енді мысалға уже күз болды, мысалға күзде жанына жаңағы шагающий борттар жасап, біз мынау жазмен өндірген биогумусты жаңағыдай еліп алуымыз мүмкін. Және оны не істейміз? Гумификация процесіне тастаймыз. 2 ай, 3 ай жаңағыдай жату керек. Гумификация процесінде биогумус жату керек. Сосын бұны көктемде жаңағыдай саудалауымыз мүмкін. Бұл жерде әрине өте көп шықпайды биогумус. Определенно мысалға алайық бір 100 кубқа мысалға өндірдік, 100 кубтай биогумус өндірдік. Енді екінші жылы бізде уже шуалшандар бар. Көктемнен бастап бізде уже старт болады. Көктемнен, құдай қаласа, күн жылып не қылады ғой. Бұл жерде біз классический способпен өндіріп жатырмыз. Жаңағы ашық далаға, шуалшандарға жаңағы 4 түлік малдың жаңағы көңін беріп биогумус өндіріп жатырмыз. Бұл евростандартқа жатпайды, біліңіздер. Бұл евростандартқа жатпайды, осыны қазірден білу керек. Евростандарт дегеніміз, ол биогумустың ішінде жаңағыда яйца гермит бар, басқа да зиянкестің ұрықтары, арам шөптің ұрықтары жаңағыдай болмау керек. Болса да, мысалға өте аз көлемде жаңағы арам шөптің несі. Жаңағыда енді не істедік? Біз екінші жылы бізде борттар бар. Енді бұл жерге 10 күн сайын бұларға азық беріп отырамыз жаңағыдай. Шуалшандарымызға. 10 күн сайын шуалшандарға азық беріп отырамыз да, мына борттың биіктігін осылай жоғарылатамыз. Шуалшандар 24 сағат 7 күн бізге тоқтамай биогумус өндіріп бере береді. Біз оларға жағдай жасау керекпіз. Демек, азық несін үзіп алмау керекпіз. Азығын тоқтатпай береміз, суын береміз, ылғалдығын қараймыз, барлығын. Енді бізге екінші жылы уже техника керек болады. Себебі, өз практикамнан алатын болсам, 30 квадрат шуалшан бір айдың ішінде 1 зил көңді жеп қойды. Енді бізде мысалға 1000 не бар? 1000 квадрат шуалшан бар. 1000 квадрат шуалшан. Ол дегеніміз 30 зил
30 жыл ай сайын бізге көң керек болады. Мынау шуалшандарға азық шамамен. Енді қараңыздар, бұл 30 жылда ай сайын сіздер жуу керексіздер, болмаса құрғату керексіздер, 10 күн сайын жаңағыдай мыналарға салып беріп отыру керексіздер. Бұл кезде сіздер уже адам жалдайсыз. Сіздің жаңа физически жаңа күшіңіз жетпейді уже. Адам жалдайсыз. Күніне жаңағыдай 5 мыңнан, 8 мыңнан жаңағы адамдарға не істейсіз? Жаңағы ақша беріп отырасыз күндікке. Көрдіңіз ба? Осының барлығын шығындарын есептеу керексіз алдын ала. Мысалға 30 жыл дегеніміз жаңа ақшасын есептеңіз. Адамдардың ақшасын есептеңіз. Олар күнде жұмыс жасайды, мысал үшін. Барлығын жаңа азық беру үшін, не үшін. Және сіздерге трактор керек болады. Трактор, жаңа погрузчик бар, басқа, я. Енді қараңыз, көңді жуып, немесе жаңа кептіріп жүрмес үшін не істесе болады? Сепаратор сатып алса болады. Жаңағы көңді не істейді? Жаңағы сепараторға жаңағы не салған кезде көңді, ол как мясорубка сияқты жұмыс жасайды да, мына жаққа зәрдің бәрін, жаңағы аммиак дейміз ғой, жаңағы қышқыл, соның барлығын бөлек мына жерге бізге не істейді? Мына құрғақ жаңағы көңді осылай бөліп беретін сепаратор. Жаңа 1,5 миллионнан басталады екен, Қытайдан аса болады. Одан арзандауын алса да болады. Жалпы 1,5 миллиондық жаңағы сағатына 3 куб жаңағы документациясында осындай көң бізге шығарып бере алады. Соның күші жетеді екен. Осындай сепаратор сатып алу керек. Құдай қаласа, енді осы сепаратор жаңа азық ретінде беріп отырамыз. Осы шуалшандарға көрдіңіздер ме? Осының барлығы бірінші сізде расход болады. Бірінші жылы жаңа өндірген биогумусын сатып не қылған болсаңыз, екінші жылы сізге сол ақша керек болады. Осы жаққа жұмсайсыздар. Енді құдай қаласа, енді екінші жыл бітіп, жаңағы биогумусты елеп не қылған соң, сіздер үшінші жылы көктемде жаңа дихандар еге бастайды ғой. Сол кезде сіздер үлкен объемда биогумусыңыз болады. Сол кезде енді міне, сол кезде сіз не боласыз? Бай боласыз. Құдай қаласа, Алланың қалауымен барша қазақ бай болсын. Осы видео танымалдық мақсатта YouTube арнаға жүктелді. Не үшін? Себебі маған бір емес бірнеше адам уже хабарласты. Мен, короче, кредит алам, жаңағыдай 1 квадрат алып, 3 айдан кейін не істеймін, жаңағы шуалшандарды сатып бай болам дейді да маған. Жаңа бір-екеуіне түсіндірген соң, олар жаңағы өз ойларынан қайтып қалды. Бұл оңай жұмыс емес. Барлық нәрсені ақылмен жасайық. Құдай қаласа, не обязательно бай болудың да, мысалға, бай болған жақсы, бірақ біз жаңағыдай ақшаның арқасынан қумай, біз сапаға жұмыс жасау керекпіз. Биогумусымыз сапалы болу керек. Биогумус сапалы болу керек. Жаңағы себебі сіз жаңағы сапасыз биогумусты мына бірінші жылы егер сатып, жаңа дихандардан жаман отзыв алатын болсаңыз, үшінші жылы сіздің биогумус қандай жақсы болса да сізден ешкім алмайды. Көрдіңіз бе? Сіз бірінші жылдан бастап жаңағы биогумусты не қылу керек, сапалы қылу керек. Ол биогумус өндірудің де жаңағы технологиясы бар. Айдағырда жаңағыдай биогумус өндіріп кете алмайды екенбіз. Мысалға өндірдік, мысалға биогумус. Соны гумификация процесіне салу керекпіз. Қараңғы бөлмеге, салқын бөлмеге ылғалдығын жаңағыдай 50-60 не қылып жаңағы осы биогумустың осыны ұстау керекпіз. Кемінде 2-3 ай не істейміз, жаңағы гумификация процесінде ұстау керекпіз. Екінші жылы да дәл солай биогумусты не істейміз, гумификация процесіне саламыз. Солай егер бір жүйеге кіріп алатын болсақ, құдай қаласа, бұл кәсіп өте тамаша жаңағыдай не келеді. Бұны кәсіп деп білу керек. Бұны жаңа сауда деп қарауға болмайды. Биогумус өндірейік, жерді тыңайтайық, құдай қаласа, Алланың қалауымен барлығы не болады? Жақсы болады. Видео ұнаған болса, лайк басыңыздар, комментарияға өз ойларыңыз жазыңыздар обязательно, каналға подписка жасаңыздар. Сау, саламат болыңыздар.